Жапония болашақта өмір сүріп жатыр деген мифтер. Жабылатын қақпағы бар ақылды ментос, кәдімгі маркетингтік айла. Пластик көп, пайда аз. Сағызға арналған қағаздар қоқыс мәселесін шешпейді, керісінше жаңа қаптаманы қосады. Жапониядағы тазалық технологияның арқасында емес, қатаң ережелер, айыппұлдар және әлеуметтік қысымның есебінен сақталады. Балыққа арналған мини-грилі бар жапон пештері заманауи көрінеді, бірақ шын мәнінде бұл сирек қолданылатын тар функция. Иісі толық кетпейді, ал мұндай жүйені жуу кәдімгі ыдыстан да қиын. Қағаз түріндегі тіс пастасы көзге әсерлі, бірақ тиімділігі төмен. Ол қымбатырақ, үйреншікті емес, әрі тазалық сезімі мен сапасы жағынан кәдімгі пастадан әлсіз. Кинотеатрдағы подсаканниктегі табақшалар нақты қажеттілігі жоқ, әлсіз шешім. Олар тез сынады және көруді жайлы етпейді. Ал бір реттік нәскилер абсурдтың шарықтау шегі. Қолдан да таста. Бұл экологияға қамқорлық емес, оның имитациясы. Тіпті биоодырайтын материалдардың өзі де ресурс пен энергияны талап етеді. Бұл болашақтағы өмір емес, бір реттік шешімдерге табыну мен өндірушілерге де тиімді жалған прогресс.